Баршаңызға сәлем, қазақша медицина көрермендері. Бүгін сіздің салмағыңыздың бойыңызға сәйкестігін анықтайтын боламыз. Оны денсаулық сақтау ұйымы дене салмақ индексі немесе кетлі индексі деп атайды. Дене салмағын индексін анықтау үшін ең бірінші бізге сіздің салмағыңыз, яғни 60 килограмм деп алатын болсақ, бойыңыз 173 сантиметр деп алатын болсақ, бізге метр түрінде керек, сондықтан 1,73 метр болады. Дене салмағының индексінің, немесе кетлі индексінің өзінің формуласы бар. Салмақтың бойдың 2 еселенуіне, яғни квадратына қатысы болып келеді. Яғни сіз осы 60 килограмм бөлінген 1,73-ті квадраттайсыз. Сонда сізде 60-ты бөлесіз 2,99-ға сізде шығар 20 килограмм метр квадрат. Бұның арнайы көрсеткіштері осы денсаулық сақтау ұйымы анықтаған дәрежелері бар. Оны айта кететін болсақ, егерде дене салмақ индексі сізде 19 килограмм метр квадраттан төмен болатын болса, ол салмақ тапшылығын білдіреді. Яғни сізде салмақ жетіспейді. Ал 19 пен 24-те 9-дың аралығы болатын болса, бұл қалыпты салмақ. 25 пен 29-да 9-дың аралығы болатын болса, бұл артық салмақ. 30 пен 34-те 9-дың аралығы болатын болса, бірінші дәрежелі семіздік. Яғни 30-дан асатын болса, сізде семіздік басталды деген сөз. 35 пен 39-да 9-дың аралығы екінші дәрежелі семіздік, 40-тан жоғары болатын болса, үшінші дәрежелі семіздік, немесе бұны денсаулық сақтау ұйымы ауруға шалдықтыратын семіздік деп атайды. Бұл семіздік өлімге әкелетін семіздік деп қарастырылған. Бұл артық салмақтан арылу туралы, оның пайда болу себептері туралы біз келер видеода айтатын боламыз. Баршаңызға рахмет, ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Арнамды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша медицинаның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіздер.